1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Мүмкіндігі шектеулі жандар мерекеге арнайы музыкалық сәлемдемелерін жолдайды. Шарықтаған қоңырауын жан тербетеді, көңілді бір ғажап сезімге бөлеп, сағыныштан жабырқап ән салған арнайы кітапхананың белсенді оқырманы, спорт майталманы, өнерлі жан Ибраева Балкен Құдышқызы. Фортепианодан әсем әуен шығарып, сәлеммен құттықтауын жолдайды. Тағдырдың жазуы мен мүгедектің арбасына таңылса да, бойындағы қайсарлығы мен белсенділік танытып жүр. Жүзуден бірнеше мәрте жүлдегер атанған өнерлі жан Супер Апашка сайысының жеңімпазы Бикеш Жүнісқызы Тілешева музыкалық сәлем жолдайды. Дорогие друзья, я хочу вас поздравить с наступающими майскими праздниками. Я каждой семье желаю здоровья, счастья, веселый смех детей и мирного неба над головой. А сейчас песня. Я хочу тебя увидеть, я хочу тебя простить. Я хочу твой голос слышать и любовь тебе дарить. Не всегда судьба как сказка, не всегда она легка. Только знай, что не напрасно прозвучат мои слова. Люблю и скучаю, ругая себя. Давно понимаю, нет лучше тебя. Обиды оставлю, печаль прогоню. Поверь, что тебя я как прежде люблю. Бүгінгі мерекеге орай Бикеш Жүнісқызы шешен тілінде ән салады. Шалқып көңіл шаттық үйілсін, бірлік пен береке күні құтты болсын.